Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бір жасағаннан ақ сәтті шығатын осындай жұп-жұқа кестелі құймақтардың, яғни ажурный блинчиктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Және де бұл видеода қамырды қалай оңай, түйіршіксіз дайындауға болатынын көрсетемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен 3 орташа жұмыртқаға жарты шай қасық тұз бен 3 ас қасық қант қосып, венчикпен немесе миксердің көмегімен араластырамыз. Бұл рецептте ас содасын мүлдем қоспаймыз. Қажетті барлық ингредиенттер әдеттегідей видео астындағы сипаттамада жазылған. Кейін бөлме температурасындағы жылы сүттің жартысын қосамыз. Және де ұнды 2-3 бөліп, електен өткізіп, араластырып біркелкі қамыр дайындаймыз. Міне дәл осындай біркелкі, тығыз әрі түйіршіксіз қамыр дайын болған соң, қалған сүтті кейін 1 стақан қайнаған ыстық суды қосамыз. Және ең соңында 3 ас қасық сұйық май қосып араластырамыз. Біздің қамыр дайын. Арнайы құймақ пісіретін табаны қыздырып алып, оған сәл сұйық май құйып, осылай артық майды қағаз сүлгі көмегімен сүртіп аламыз. Құймақты орташа отта пісіреміз. Менде табаның диаметрі 22 см. Дәл осы рецептпен менде 19-20 дана құймақ шықты. Міне біздің осындай өте жұқа, әрі әдемі кестелі құймақтарымыз дайын. Егер бұрын сіздерде дұрыс шықпай жүрген болса, осы рецепт бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Көп данада шыққанын қаласаңыздар, онда қажетті қоспаларды еселеп жасауларыңызға болады. Сіздерге рецепт ұнады деген үміттемін. Алдағы көп рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат, баршаңызға сәттілік.